алейкум, азиз телесерджілер. Хаберлер информацион тақымы сонки адиселер ақында өзлев қаларында тариф етежек. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалышам. Ве бүгін бойле мәліматлар хаберлер программамызда тақдим етілем. Борчуқра қасабасының сәкенлері yol ярығы мында чалышмағанына шикайет етелер. Бақчысарайда 50 яшлы оз-озыны яққан Арсен Халиловнен ведалаштылар. Ахмеджит сәкенлері шерінің мерkezінде плитка қойылғанының кейфиетсізлігіне шикайет етелер. Бұ ведігер хаберлеріні бізім яйнымызда сейір етіңіз. Краснодар живарындан Қырымға яңы газ yolu или газ еткізілмесі башланды. Амма шымдылық бірінже керек кечірілген ішлер черчевесінде. Бұны энергетика бойынша Девлет Дума комитетінің азасы Қырым акимиетінің сабық бірінже вице-премьер назирі Михаил Шеремет хабар етті. Декабрдің соңында президент Владимир Путин Ярымаданың системасы Русия Федерациясының магистраль газ ағларына қошылған сон, Русияның қыта қысмындан Қырымға газ еткізілуінің ішіні башлады. Михаил Шеремет айтқанына көре Жүмхуриетінің бойы санай мөстелерінде газ сыңырларынан беру бойынша эвел көрсетілген графиклер енді аман-аман қоланылмай. Бүгін Бақчысарайда 50 яшлы Арсен Халиловнен ведалаштылар. Женазе мерасимы айле яшыған 7-нче микрорайонда олып кечті. Эркек айлеви қавғадан сон озыны яқты. Ольгеннің евінде оның қардашлары, достлары, меслектешлері ве танышлары топландылар. Бұл ерден Алимия Кайбулаева тариф еті. Тамара Кривенко тарифеті ки Ольген Арсен Халиловна 10 жылдан берлі таный. Оның айтқанына көре сонки күнлерге қадар ичбір шүбелі әрекетлер көргені yok. Ершей олғаны кібеді. Еркек иш адамы оларақ чалышайды. О базарда екі ашайт түкеніні тұтайды. Весь рынок говорит, о нем очень никто не верит. Вот, понимаете, никто не верит, что его нет в живых. Арсен Халиловның досту сервер Абдулмажид де бүгін мұнда. О айлеге қол тұтмақ ве достыны сонки елға озғармақ үшін келді. Біз яқшы достымыз. Бірге мұнда бақсады 25 жылдан бері бірге çalışып, жүріп, отырып келген адамдарымыз. Ailesi 3 tane balası бар еді, қызы бір оғлы бар еді. Бұл не шықты бұлардың арасынан бір сөйлеу білемедік. Халиловлар айлесінде бұл фажия январьның 8 күні олып кечті. Арсен Халилов бірден алевленген шынгенлікні ұстыне тоқты ве озыны яқты. Айледе yüz берген қавға бұның себебі болды. Сой ақыраба еркекке ярдым етмеге тырышты. Ама нәтижесіз. О яралар себебінден элек олды. Семейная ссора. Между супругами получился конфликт. Связывать это с какими-либо политическими ситуациями не нужно. Это просто на бытовой почве произошла такая трагедия. Бұл вақиядан сон базы Украин көтлеви мәлімат васталарында Арсен Халиловның элек олған ақта ялан мәліматлар пейда олды. Оз невбетінде Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек ве милетлер арамына себетлер ве сургун етілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов еркесіні бұл адисені сәйсетлештірмемеге чағыралар. Бұл қорантаның фажиясына инсаниетлік или янашмаға теклиф етелер. Бүгін озыны яққан Арсен Халиловның үш баласы қалды. Тақиқат комитеті бұл іш бойынша тешкерувлер откере ве нәтижеде қарар қабыл етілежек. Біздің телеканалымыздың хадимлері Халиловлар айлесіне терен тазелеріні білдіре. Алимия Кайбулаева, Энвер Аблязиз, Миллет үшін. Иерусалимде туристлер арасында рахбетлі Армон Ханацев адлы Кезентуф мейданы янында юк машинасы арби хызметчілер группасына келіп ұрды. Қазан нәтижесінде 4 инсан элек олды, ондан зияде зарарланды. Акимиет бұл вақаны теракт деп сая. Уджум еткен жиянайчы полис хадимлері келмезден евел Израильның арбижилері елі олдырылды. Террористның шахсиеті белі олды. Русия президенті Владимир Путин элек олғанларының сояқрабасына ве яқынларына тазие сөзлеріні yolады. Эпсі зарар көргенлерге есе тез вақытта тедемеленмекні тіледі. Ахмеджит сәкенлері шерінің мерkezінде қалдырым, яғни тротуар плитка қойылғанының кейфиетіне шикайет етелер. Бұл ақта олар ичтимаи ақларда язалар. Бүгін бұл меселе бойынша Ахмеджит шер мемуриетінің башы Геннадий Бахарев құрыжы шіркет векілерінен құрышты. Бұл кімнің қабаты ве шерінің меркези соқақлары абаданлаштырывы үшін кім месулиетлі? Бұл суалерге жевапны бізім мұхбиріміз София Шукурова біле.
Юл башчыларының әберіне бинаен Карл Маркс ве Пушкина соқақларының тамир ішлері сувух ве аязлы авада бечірілді. Нәтижеде бойле ішлер кефетсіз бечірілді. Бұ іште ким хабатлы суалине Ахмедит Шер мемориетінің юл башчысы Геннадий Бахарев бойле жауап берді. Естественно, кто делал, тот и виноват, и делал у нас подрядчик. Почему, он, наверное, сейчас объяснит сам. Могу сказать только, что с нашей стороны, как контролирующей организации, расчет за данные работы не проведен, всего 60% оплачено. Значит, направлены претензии, есть гарантийные письма со стороны подрядчика о том, что все, что выявил наш стройнадзор, будет исправлено. Конечно, погода здесь являлась ключевым фактором, почему так сделано. Вот надо было просто не спешить, могу сказать. Если поспешишь, людей насмешишь. Вот. Ну, естественно, они будут наказаны. Есть определенные статьи контракта, которые предполагают эти наказания. Қырым пайтақтының мерkezінде реконструкция ішлері 2016 сенінің сентябрь айында башланды. Ішлер декабрь айына жей күнленмек керек еді. Лекен авақарлы олғаны себебінден ішлер керекли мудетте бежірілгені жоқ. Вақыт сынырлы олғаны себебінден құрыжылар чамырға қарға бақмадан плитка төшеділер. Құрыжы шіркетінің елбашчысы айтқанына көре анлашма бойынша ішлер 80 күн девамында екінленмек керек еді. Әнді әпісі нұқсанлықлар үшін месулетлік құрыжы шіркетінің бойында. Олар әнді ось параларына хаталар үстінде ішіне бежережеклер. По условиям контракта срок окончания работ конец года. Мы просили, обращались о переносе, так как согласно СНИПу 12.01.2004 устройство покрытий из тротуаров и асфальтовых дорог необходимо проводить в плюсовую погоду. Письма мы писали, но, к сожалению, контракт не продлевали, поэтому мы были вынуждены выполнять все работы с сдачей до конца года. Не үшін құрыжыларға мүддет девам етірілгені жоқ деген суаліне бір кімсе ойледі жауап беріп оламады. Почему подрядчику тогда не продлили контракт? Ведь он просил. Ну, есть еще техническая часть. Дело в том, что плитка бетонная, которая ложится на этот сам, она должна быть в любом случае, она ложится на песок с цементом. Так и контракт почему подрядчику не продлили, если он просил? Ну, подрядчику не продлили в соответствии с тем законом, который есть. Ну, может быть, мы что-то недоприняли. Я не готов сказать по этому поводу. Вот, у нас деньги должны были расходованы до конца года. Меркези соқақларының абаналаштыруына шер сәкенлері менфи баққанларына ичтемайы ағларда білдірелер. Январ 5 күні Ахмеджитлелер шерінің мерkezінде апансыз фишингінің шатлары олдылар. Насчет взрывов можно сказать, что установка елки привела к повышению мощности. И муниципальное унитарное предприятие «Горсвет», которое выполняло работы по установке елки, подключило ее с автоматом, значительно превышающим ампераж, что привело к взрыву кабеля «Горсвета», который будет заменен в рамках гарантийных обязательств. Шер акимиетінің векелері реконструкция ішлерінен шахси таныш олдылар. То, что лично видел я, да, провалы плитки, там стреляющая проводка, ну, это не годится, могу сказать точно, ясно. Меры мы примем, сейчас посмотрим, насколько они качественно исправят, а потом уже будем применять уже такие жесткие штрафные санкции. Меркези соқақларының өртісі пек мұшкулялда олмаса біле, мұнда тамиришлері кечірілді. Қырымның башқа yolları есе фена алда қала. Не үшін пайтақтың меркези соқақларында тамиришлері керек еді ажиба? София Шукурова, Руслан Хохлов, Миллет үшін. 2017 сене башланғандан берлі Қырым бойынша Русия февкуляды вазиет назірлігінде баш идаресінің қадимлері 56 адамны құртардылар. Умумен 59 февкуляды қаза қайдетілді. Бұл уақытта главка идаресінің мудир ярдымчысы Владимир Иванов хабар етті. Произошло 59 чрезвычайных происшествий. Из них основное количество это пожары. На втором месте идут у нас происшествия в горах. На третьем месте дорожно-транспортные происшествия. На пожарах за этот период травмировано 15 человек, спасено 13 человек на пожарах, из них 2 детей. Осуществлен выезд на 4 дорожно-транспортных происшествия, на которых пострадало вот на происшествиях, где работали наши подразделения. В результате ДТП получили травмы 25 человек. Спасено 10 человек, в том числе 2 детей, их спасатели вырезали из искореженных автомобилей. По горам мы уже разбирались, это 21 ЧП, 33 человека спасено. Украинаның күтлеви мәлімат васталары Русия Федерациясында ясақ етілген правый секторның Крымская сотня адлы корпусы тәшкіл етілгені ақында білдірділер. Невбетеке милли корпус Херсон вилаетінде шәкеллене.
Командалықның емірінде айтыла ки Крымская сотня деп адландырылған тешкелят сынырлану сызығында ерлешкен территорияда сепаратизм әлеметлеріне қаршылық көстеруінен оғрашачақ. Белі олғаны кебі истеклі деп илан етілген Крымская сотня корпусы невбеттеки қанунсыз силялы арби бірлешмедір. Бұл бірлешме Қырымның сынырларында ось ішіні бежеречек. Тарихи илімлер намзеті Эльвина Сейітованың фікіріне көре, Қырымның сынырлары юксек севейде çalışқаны себебінден тешкіл олынған батальон ярымадай үшін хафлы дегіл. Это опять-таки является очередным признаком. Бу невбеттеки терен конструктив олмаған процесслерінің әлеметедір. Ве бу әлеметлер Украина девлетінде олмақта. Арби бірлешмелер девлетінің вазифелеріні деңштірелер. Украина için бу әлеметлер яқшы дегіл. Қайдетмек керек ки правый секторның невбеттеки тешкеляты Қырым татар тимсаллеріні қоллана. Чоқ асырлар девамында Қырым татарларының байрағы бу алтын тамға иле мавы кетен. Мавы чуз теміз кок ренкіні. Тамға есе Қырым татар миллетінің тимсалі сайла. Первый наш хан из династии Гиреев. Бірінші ханымыз алтын тамға ханлар акимиетінің темсілі оларақ қабыл етті. О вақыттан берлі тамға Қырым татарларының темсіледір. Мавы ренк алтын ренкнен бірлештірсек ешіл ренк пейда ола. Ешіл ренк есе аятны темсіл еті. Бізім темсілеріміздің башқа девлетлер өз ішлерінде ішлетселер. Менің жесіне бұ доғыр дегіл. Бұ әрекетлер бізім милли темсілеріні ашландыра. Бұа йол бермек керекміз. Бізім телевизион тақымымыз невбеттеки милли батальонның тешкіл олынмасы аққында Қырым сәкенлерінің фікірлеріні білмеге тырышты. Вообще-то doğru değil. Потому что biz уже bu devlette yaşayımız. Onu kanuna göre, как говорится, yaşamak gerek. Şimdi Херсонда, наоборот, millet hepsi mında kaytmak gerek. Поэтому şimdi biz mında 2 yıl yaşayımız. Tınçlık, amanlık. Тынчлык мен сак селамет болуп, баштакы кыбык яшайык. От чего может быть положительно? Мен бу вазиетке менфи тарафтан бақам. Неден хорчаламақ яда не керек басып кірмек. Мен енді 25 ел девамында Қырымда яшайым. Өзбекистандан келдім ве вақыт яқшылықтан башқа бір шей көрмедім. Хатырлатамыз, Эвел Украинада Номан Челебиджихан адыны ташыған батальонны тешкіл етмеге әрекет еткен еділер. Оның яратылмасы ақында Ленур Ислямов хабер еткен еді. Украина ичкі ішлер назирі Арсен Аваков Ознев бетінде Украинада Қырым татар батальонның тешкіл олынмасына қол тұтмағаны ақта білдірген еді. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, Аким Бекиров, Миллет үшін. Бурчоқра қасабасында Мерджан Чорабатыр ве Эмель соқақлары қаранлықта яшамаға мечбур. Ел ярығымында 3 айдевамында янмай, ақшамлары бұл соқақларда юрмек қорқынчлы olan. Бізім мұхбиріміз Сабрия Халиляева бұл меселені чезмеге тұрышты. Бурчоқра қасабаның сәкенлері қаранлық түшкен сон Мерджан Чорабатыр ве Эмель соқақларда юрмеге сақыналар. Ерлі сәкен Рәйле Тоқтарова білдіргеніне көре инсанлар мында 26 ел девамында ярақсыз яшамаға мечбур еділер. Тек сонки 4 ел соқақ ярағы чалышып башлады. Шымды Кенеде 3 айдан берілі инсанлар соқақларда фенерлер яқып юрелер. ООО «Сарма» деген организация оғлым тапты телефонны, açtı оларға телефон. Олар айттылар, что горисполком оларға төлемеді 800.000 күміш. Борç қалған. Onun için олар işini тоқтаттылар. Горсвет. Янып тұрған бұл бізді фенерлері топлады, жиды, алды кеттілер. И айттылар, что кетірежеклер, қояжақлар. Яңы более айтмақша яқшы сойларын қояжақлар. Ондан белі беклейік, жоқ. Елена Скарпафева Мерджан соқағында яшай. Қадын айтқанына көре да Украина кемет вақытында сәкенлер топланып өз параларына соқақларға ұшық кечірділер. Енді исе балалар венефақаджылар не үшін қаранлықта, тайғалақта тұртынып юрмеге керегенлеріні анламайлар. Инсанлар чоқ сефер шер мемориетіне мұражатнен бұлынған еділер, ләкин меселе чезілмеді. Мы ждали, мы терпели. Я обращалась лично в городскую администрацию. Мне дали ответ, что, значит, подрядчик не выполнил свои подрядные обязательства, и сейчас с ним ведется судебное разбирательство. Но мы опять же ждали, когда это судебное разбирательство закончится, и в конце концов мы обратились к вам, чтобы нас услышали и нам сделали освещение. Ахмеджит акимиеті Ознев бетінде бұл меселені чезмеге ваде етелер. Освещение в микрорайоне Фонтана. Фонтаны запланировано в этом году у нас. В этом году запланировано. Ну не все, там большой микрорайон. Жители 3 улиц жалуются, что там, у них было освещение, отключили, ну, и там, в данный момент нет освещения. И вы говорите, если подача электроэнергии, ну это мы разберемся, сейчас я дам команду. Улицы какие, скажите?
Ну, скажите в рабочем порядке, хорошо. Борчоқрақ қасабаның сакинлері умут етелер ки ышықсыз соқақларын меселесі яқын вақытларда чезілер. Сабрия Халилаева, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Ақнежетті музыкалы оқу йортының қаршысында социалистик эмек қараманларының сквері ерлеші. Ләкин совет эмек северлері сырасында үч ватандашымыз қырым татарлар олғаны ақында білгенлер чоқ дегел. Мустафа Чачи, Сейтмемет Таиров, Венвер Алиев. Мустафа Чачи ады иш адамындан социалистик эмек қараманы унванына қадар ел кечті. 35 яшында опақ таве епек көбелегінің иш чықарылуына бұйы қимет кескені үшін социалистик эмек қараманы унванына наил олды. Тәфсилатлы мұғыбиріміз Айша Шулакова тариф еті. Қырым татар халқы әр вақытлары өз емек северлігі ве истидатлығы илеме шуреді. Бізім қараманымыз, ватандашымыз Мустафа Чачи ватандан ұзақ ерлерде де өз милетіні танытты. Обашындан баяғы бір омур сынавларыны кечірген Қырым татарлардандыр. Құранта женкіні көрді, сонра башындан сүргінлікні кечірді ве ватанға авдет олынды. Өзбекистанда генч қарт ана бабалары сақат оғлан қардашы ве қалған айле азалары ақтақ қайғыруыны бойнуна алды. 14 яшындан опетилетия УЗССР адына совхозның тарлаларында чалышы башлады. О тракторист оларақ чалышты ве бу совхозның 5-ші бөлігінде мудир вазифесіне етті. Он в производственном показателе показал на высший урожай по тем временам. Если соседние хозяйства в среднем собирали по 17-18 центнеров, но по тем временам это было достижение, то уровень развития хлопкового производства и организации труда было так построено, что они достигли такого успеха, чтобы уже по тем временам 28 центнеров, 30 центнеров, 32 центнеров стало нормальным явлением. Мустафа Чачи ве оның семеттешлері агротехника емектешкі летілеві ве истисал саасында буюк адым аттылар. Я могу назвать Чкы Ридвана, Девлетова Ридвана, Сальме Мустафа. Эти были асы по тем временам. Это были фанатики своего дела. И они показали до такой степени, что уровень развития совхоза 40 центнеров стал нормальным. Мустафа бей біріншілер сырасында экенлер технологиясыны ве яны прогрессив схемаларыны тетхикетті ве құланы башлады. 1966 сенесі о 7-ші керет топланған сабық СССР юқары шурасының мебусы оларақ сечілді. Бираздан сон исе социалистик эмек қараманы бұндан ғайры нам қазанған пақтакер ве нам қазанған механизатор унваларына наил олды. Қырым татар медени тарихи мирас музейінің хадимлері социалистик эмек қараманлары мевзусыны огрені башладылар. Музейның илми хадимы Мустафа Мустафаев айтаки, эмек федикарлығы женг федикарлығындан эксік дегіл. На этом опыте учились не только производители хлопка Советского Союза, союзных республик, но даже которые приезжали из других зарубежных стран, там, где выращивают хлопок. И вот на их примере, на их селекции, технологии учились вырабатывать такие урожаи. Мустафа Чачи 1970 сенесі вефат етті виана юртыны ойледе көріп оламады. Өзбекистанда оның адына қасаба соқақ бала лагері ве шифахане ташы. Емді диплом тесіз етілген. Ватандашларымыз умут етелер Мустафа бейнің ады Қырымда да эбеделештірілер. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. 2017 сене январның 14-інде Борчоқра қасабасында 44-ні санлы мектептің қабылары бұл оқу муэссесінде чалышмаға істегенлер үшін açılacak. Январның 15-інде ана бабалар ве талебелер дәвет етілелер. Шымдылық болған малыматларымыз еді біздің телевизион тақымларымыз яңғы малыматлар üzerinde енді чалышмақталар. Невбетеке рус тіліндегі чықышыны қатшырмаңыз, оны меслектішім Нериман Тарсинова алып барыр. Ве евлеріңізге дайма әйі хаберлер келсін. Саулық нен қалыңыз.